Баршаңызға сәлем, менің алтын оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, сочный және де қамыры езілмейтін, жыртылмай пісетін мантының рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан, егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, онда міндетті түрде видеоны мұқият соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей осылай ішінен соғы ағып тұратын мантыны бірге жасайтын боламыз. Ең алдымен суымызға тұзымызды салып, жақсылап тұзымыз ерігенге дейін араластырып аламыз. Одан кейін електен өткізілген ұнымызға бір дана жұмыртқамызды және де суымызды аз-аздан бөліп құйып қамыр иетін боламыз. Барлық ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне толық жазып қалдырып кеттім. Сол жерден қарап көріп жасай берсеңіздер болады. Бұл жерде кішкене суларыңыз азау көрінуі мүмкін, бірақ та осы көрсетілген судан артық су қоспайтын боласыздар. Себебі біздің қамырымыз өте тығыз, жақсы жайылатын, қатты қамыр болып шығуы керек. Бұл жерде енді кішкене қолдың күші қажет болады. Сол себепті осылай артылған ұндарыңызды дастарханға төгіп, қолыңызбен жақсылап, осы ұн біткенге дейін нанымызды иінін қандырып, толықтай иілетін боламыз. Бұл жерде менде 15 минут шамасында уақыт кетті. Дәл солай сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей біздің қамырымыздың басы бірікті. Дәл осылай тағы да бір 5 минут көлемінде тағы да жақсылап иілеп аласыздар. Осылай тығыз, қатты қамыр шығуы керек. Енді осыны салафанға салып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Сол кезде біздің начинкамызды жақсылап аршып, тазалап жуып аламыз. Мінекей біздің қамырымыз 20 минут мөлшерінде демалып тұрды. Енді осыны тағы бір қайыра жақсылап иілеп, иінін қандырып, демалдыруға қалдырамыз. Біз бұл жерде қамырды осылай 3 қайтара иілейтін боламыз. Сонда біздің қамырымыз эластичный, әдемі қамыр болып шығады. Енді қамырымыз екінші қайтара иінін қандырғанға дейін жаңағы аршып, тазалап алған көкөністерімізді осылай ұсақтап, турап, дайындап аламыз. Бұл жерде біз көкөністерімізді бірге бір қатынасында қосамыз. 1 килограмм фаршқа 1 килограмм көкөністерді қосасыздар. Мен 1,5 килограмм қостым, себебі бізде балалар етті қатты жақсы көрмегендіктен көкөністерімді 1,5 есе қылдырып қостым. Сіздер 1,1 қатынасымен жасасаңыздар болады. Және де салмасын әртүрлі өзіңіздің үйіңіздегі бар көкөніспен ауыстырсаңыз болады. Мен асқабақ пен картошканы қостым. Енді асқабақ пен картошканы турап болғаннан кейін міндетті түрде қамырымызды 2-ге бөліп, немесе тағы бір қайтара иінін қандырып иілеп қойсаңыздар болады. Мен осылай жайғанға ыңғайлы болу үшін 2 бөлікке бөлдім. Егер де сіздер оқтауларыңыз ұзын болатын болса, онда осы қамырды ортасынан бөлмей, қайтадан иінін қандырып, тағы да иілеп қоямыз. Енді пиязымызды ұсақтап турап, начинкамызға қосамыз. Ал достар, егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда осы қазақша контентті каналдың өсуіне, дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналға тіркеліп, және де жақын достарыңызға, таныстарыңызға видеоның астындағы поделиться батырмасы арқылы бөлісе жүрулеріңізді сұраймын. Енді пиязымызға бөлек осылай қара бұрышымызды сеуіп, жақсылап араластырып, соғын шығарамыз. Бізде пиязымыздың шырыны шығуы керек. Енді фаршымызды алып, үстіне бағанағы тураған начинкаларымызды толықтай саламыз. Картоп, асқабақ қосып, үлкен ыдысқа аударып алдым. Менде араластырғанға ыдысым тар болып, осы ыдысқа қайтып аудардым. Енді үстіне 100 грамм құйрық май, болмаса мен секілді бүйректің майын қосып, оның үстіне туралған бұрыш қосылған пиязымызды қосып қоямыз. Енді 100 грамм суымызға 1 шай қасық тұз қостым. Тұзды өзіңіздің қалауыңыз бойынша дәміне қарай қосасыздар. Менде етім тұздалған ет болғаннан кейін мен осылай 1 шай қасық көлемінде қостым. Егер де сіздерде тұздалмаған ет болса, онда тұзды кішкене көбірек қосасыздар. Мінекей жақсылап араластырып алдым. Енді қамырымызды жайып бастаймыз.
Қараңыздаршы, қамырымыз қандай жұмсақ, эластичный және де сондай послушный қамыр болып шығады. Міндетті түрде егер де манты жасасаңыз немесе бешбармақтың қамырын жайсаңыз, дәл осы қамырды қолданып илесеңіздер болады. Мен бұл жерде бірінші сортты ұнды қолданып жатырмын. Егер де сіздер высший сортты ұнды қолданатын болсаңыздар, онда судың мөлшерін ауыздау құясыздар. Барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден кіріп қарап көрсеңіздер болады. Мінекей қамырымызды осылай үлкейтіп алғаннан кейін оқтауымызбен жайып бастаймыз. Біздің қамырымыз оқтауымызға жабыспайтын сондай керемет әдемі қамыр болып шығады. Міндетті түрде осы қамырмен сіздер де жұмыс жасап көріңіздер. Ал достар, сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда міндетті түрде мені қолдап каналға тіркеліп, және де қоңыраушаның белгісін все дегенге басып қоюларыңызды сұраймын. Сонда менің жүктеген видеоларым сіздерге хабарлама ретінде барып тұратын болады. Әрине сіздерге каналға тіркелу оп-оңай, ал мен үшін ол өте маңызды. Сондықтан осы каналдың өсуіне, дамуына аз да болса өз үлесіңізді қоса отырыңыз. Және де менің каналымда лағманның оригинал қамыр созуының рецептісі бар. Егер де сіз алғашқы менің көрерменім болсаңыз, міндетті түрде каналға өтіп қарап көріңіздер. Және де гюру лағманды қалай екі түрлі әдіспен оңай және тез дайындау керек, барлығының видео рецептісін дайындап қойдым. Кіріп қарап көріңіздер. Қамырымызды жайып алғаннан кейін оқтауымызға орап, осылай жайып аламыз да бір қолымыздың көлеміндей осылай кесіп шығамыз. Барлығын кесіп алғаннан кейін жайып шығамыз осылай. Барлығын видеода көрсетілгендей осылай бірінің үстіне бірін қойып шығасыздар. Қорықпаңыздар қыздар, қамырларыңыз жабыспайды. Осылай барлығын қойып алғаннан кейін тағы да бір алақанымыздың көлеміндей кесіп шығасыздар. Осылай барлығы сонда бірдей формада кесіліп шығатын болады. Мінекей барлық қамырымызды толықтай кесіп алдық. Енді осыны бірінің үстіне бірін қойып жинап, бір-бірден жайып шығамыз. Осындай үш бұрышты шеттері қалып қойған болса, бір-біріне жалғап осылай кішкене бір қамыр жасап қойсаңыздар да болады. Барлығын жайып алғаннан кейін салмасын салып дайындаймыз. Және де қыздар, мен бұл жерде фаршқа кішкене сарымсақ және де пиязды ет тартқыштың көмегімен етті тартып жатқан кезде араластырып қосып жібердім. Сонда сіздердің фарштарыңыз сочный болып, суы езіліп, әдемі болып шығады. Егер де қосқыларыңыз келмесе, онда турап қоссаңыздар да болады. Мінекей барлық фарштарымыз салып алғаннан кейін осылай қарапайым классикалық түргіде мен мантыларымды түйіп жатырмын. Осылай түйіп шықсаңыздар да болады. Немесе дәл осы қамырдан өрілген манты жасасаңыздар да болады. Келесі видео сабақта мен өрілген мантыларды осы видео рецептпен көрсететін боламын. Міндетті түрде каналды жоғалтып алмас үшін қазірден тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Табағымызды майламаймыз. Осылай мантыларымызды майға бір салып алып, үстінен бір қабат май жақсаңыздар да болады. Қайнап тұрған су буына 1 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Біздің мантыларымыз осылай дара-дара жабыспайтын қалыпта пісіп шығады. Міндетті түрде осы рецептпен сіздер де дайындап көріңіздер. Және де салмасын өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі дайындасаңыздар болады. Баршаңызға рахмет, ас болсын.